Ыстық сүтке лимонның суын қосып, осындай творог жасадым. Майлы, үгілмелі, тәтті, күшті болып шықты. Сіз де дайындап көріңіз. Ең бірінші бізге сүт қажет болады. Мен осы отборный сүтін пайдаландым. Үй сүтіндей пайдалы, витаминдері толық сақталған. 3,2%-ын қолдансаңыз болады. Кастрюльге 3 литрін құйып алып, үстінен 20%-ық қаймақты қосып бір араластырып, газге қойып ысытамыз. Ыстық сүттің үстіне лимонның суын қоссаңыз, дәл осылай іри бастайды. Жай отта 10-15 минут қайнатсаңыз, ірімшіктер осылай бір-біріне жабыспай іркілдек болып тұрады. Оның үстіне кішкене айран қосып, бір қайнатып алсақ, сар суынан тез бөлінеді. Мата сүлгіге осылай сүзіп аласыздар. Сосын сар суынан басқа нәрсе дайындауға да болады. Ішсеңіздер де болады, өте пайдалы. Және де осы творогын үстінен қатты затпен бастырып 1 сағатқа қойсаңыз, суынан ажырап, осылай үгілмелі творог дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогтарға, булочкаға керемет кетеді. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы тіркеліп алыңыз. Осы видеоны жақындарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Ас болсын.